Құрметті көрермен, бүгінгі эфир қонағымен таныс болыңыздар. Бүгін бізде қонақта ақын, сазгер Үміт Битенова. Үміт ханым, қош келдіңіз. Қош көрдік. Көңіл күйіңіз қалай? Шүкір, жаман емес. Бірден әңгімемізді Үміт ханымның балалық шағынан бастасақ. Жалпы балалық шақтың естеліктерімен бөліссеңіз. Мен тура осы тақырыпқа жақында бірінші томы деп айтайын, бірінші кітабы деп айтайын, балалық шақтан, балабақшадан басталған деген романым, мемуарлық шығармам дүниеге келді. Тамаша. Сол кітабымда айтылады, жетіге жеткенше деп, мен өзімнің балалық шағымды жетіге жеткенше деп бір бөлім, содан кейін жетіден кейінгі мектеп оқушылық кезеңіндегі балалық шақ деп, орта мектепті бітіргенше деп екінші кезеңге бөлем. Не себепті? Өйткені сол мен жетіге жеткенше, 7 жасыма дейін, мектеп жасына барғанға дейінгі бақытты балалық шағым шынымен де бақытты болды. Өйткені менің дүнием түгел болатын, ата-анам, әке-шешем, бауырларым бәрі түгел болатын. Мен 7 жасқа толғанда әкем екі бірдей алдымдағы ағаммен үшеуі көлік апатынан қайтыс болды да, содан кейін менің өмірім күрт өзгерді. Мен ол кезде мектепке баратын жаста едім. Сондықтан осылай екі кезеңге бөлем де, 7 жасқа дейінгі менің балалық шағым шынымен де мен үшін қаншалықты арасында, қаншалықты басқаша бір сәттер болғанда шығар, бірақ бәрібір бақытты балалық шақ болып қалады. Одан кейінгі есею жылдары мектептегі кезеңдер, бұның бәрі кішкене көңілімде өмір бақи әкеге деген, о дүниелік бауырларыма деген сағыныштан тұратын мұңды шақтарға толы. Сондықтан екі кезеңге бөлем балалық шағым. Ал жалпы балалық шағыңыз қайда өтті? Балалық шағым 3 жасқа келген уақыттан бастап Талас ауданының Үшарал деген ауылында өстім. Жалпы мені кіндік қаным Мерке ауданында. Осы жерден бір сөзіңізді бөле кетейін, айып етпесеңіз. Менің туған жерім Меркі депсіз бір сұхбатыңызда. Бірақ мен туған жерім қандай десе, бірден Үшарал деп жауап берем депсіз. Сыры? Өйткені шынымен де әлгі кейде автоматты түрде осындай сұхбаттарға менің туып өскен ауылым Үшарал деп жатам. Оны көп адам түсінбейді. Мен шын мәнінде де кіндік қаным Мерке ауданында туылып, одан кейін Құлан, қазіргі Рысқұлов атындағы, Тұрар Рысқұлов атындағы ауданда 2-3 жыл өмір сүргенімен әке-шешем бар кезде. Содан кейін әкемнің қызметімен анамыздың төркіндері деп айтайықшы, ол кезде әкемізді жұмыс бабымен, жолдамамен жұмыспен жіберетін болса, сол енді жақын ғой деп, таныстау, жақындау жер ғой деп, анамның төркінін сұраған болу керек. Сөйтіп біздің Үшарал ауылына ауысып келеді ғой, әкем қызмет бабымен. Біз сол жерде, сонымен енді 3-4 жыл жұмыс істеп жатқанда әкем жаңағыдай апатқа ұшырады да, біз сол күйі шешеміздің төркінің жағында қалып кеттік. Біз Үшарал ауылында туып өстім деп дейтінім сол. Мен есімді білгелі 2,5 жасымнан, 3 жасымнан бастап барлық суреттер, оқиғалар көз алдында, оның бәрі осы аяулы Үшаралыммен байланысты болып тұрады. Сондықтан мен көбінесе Үшаралды айтатым. Үшаралды айтасыз. Жалпы ойын баласы болдыңыз ба? Біздің кезең қазіргі кезеңге қарағанда деп айтайыншы, кәдімгідей ойын баласының бақытты шақтары болатын. Өйткені біздің кезде мейлі балабақшада өссек те, одан кейінгі сенбі, жексенбі күндері кәдімгідей таңертеңнен кешке шейін ойыныңды қандырып алатын шақтар болды. Кейін мектеп жасына барғанда, мектепке оқуға барған кезде, онда да түске шейін егер сабақ оқитын болсам, бірінші ауысымда түстен кейін, азаннан кешке шейінгі уақыт, бірталай уақыт, үйдегі әке-шешеңнің үй тірлігіне де көмектесіп үлгересің қыз бала ретінде. Егер ұл бала болатын болса, малды жайғап та үлгереді, сөйте жүріп, ойын ойнап та үлгеретін уақыттар еді. Дәл қазіргі шаққа қарағанда, дәл қазіргі шақта, мынау әлгі интернеттің ғаламторын дамыған шағында, білмеймін, қазіргі балаларды мен аяймын. Ол байқұстардың анайы тіркеспен айтқан кезде сіңбіруге шамалары жоқ. Оған қарағанда мен кәдімгідей ойын баласы бола алдым. Сонда бүгінгі жасөспірімдердің балалық шағы қызықсыз дейсіз ғой? Қызықсыз деуге болмайтын шығар, бірақ көп олардың қызығының
қызығының назары деймін, қызық деп сенетін, түсінетін түйсігі олардың телефонға, ғаламторға байланып қалған сияқты. Уақыттың қалай өтіп, қалай кетіп жатқанын аңғармайтын сияқты. Мен осы жағынан оларды аяймын, мүмкіндігі болса тыйым салуға тырысамын. Ал бала Үміттің бала кездегі арманы қандай? Бала кезімде мен кішкентайымнан әкемде, шешемде өнерге жақын болыпты. Енді олар қаншалықты өнердің сахнасында жүре алды, жүре алмады, ол енді белгілі болып тұр. Бірақ менің бойыма әкенің қанымен, ананың сүтімен дарыған жан жақты өнер болды, қасиеттері. Сондықтан бірде әнші болғым келетін, бірде күйші, бірде биші, бірде суретші болғым келетін. Әкем өте суретші болды. Әкем сияқты дәулескер күйші болды әкем. Домбырамен керемет тартатын, балалайкада керемет әндер орындайтын, орысша, қазақша, басқа тілде. Сол әкем кеткеннен кейін сол өнердің бәрін осы бас-басына ұстай алғым келіп, айтып отырмын ғой, таң ата тұрғанда әнші болғым келеді, түс қайта суретші болғым келеді, кешке қарай ақын болғым келіп кетеді. Осындай армандар болды. Бірақ соңында ақындық жолды таңдадыңыз. Мен мектепті бітірген кезде, мектепті үздік бітірдім, жақсы оқыдым, обалы не керек, менің алдымда таңдау тұрмады. Өйткені менің алдымда ғана 6 жас үлкен әпкем 2 жыл қатарынан оқуға түсе алмай, 3-ші жылы, қазіргі мен айтамыз медколледж дейміз ғой, медучилищеге 3-ші жыл, 2 жыл сол жерде санитар болып жұмыс істеп жүріп барып, 3-ші жылы өзі оқуға түсті. Сондықтан сол 3 жылын, 2 жылын жоғалтты дейікші, Аллаға шүкір, кейін әйтеуір жап-жақсы дәрігер, медик болып кетті. Сондай жаңағы 2-3 жылын жоғалтып алған кезде, одан кейін менің оқуға баруыма анам кәдімгідей үрейлене сақтанып қалды. Сөйтеді, мен біздің кезімізде Алматыдағы өзі ару Алматы, жалғыз Астана баратын бар мүмкіндік сол. Елдің бүкіл жастардың арманы оның үстіне. Казгу дейміз, қазіргі Әл-Фараби атындағы ұлттық университет, Казгудың журфагы, юрфагы. Менің де арманым сол болатын. Өйткені менің сынып жетекшісім Құттыкүл Жанәбілова деген әкпейім мені ылғи өзімнің анама айтатын. Тұрсын әкпе, Үмітті юрист жасаңызшы, заңгер қылыңызшы, юрфаққа жіберіңіз деп айтатын. Өйткені сондай әлгі адал, сосын қаталдау қасиеті бар деп айтатын. Тік мінезі бар, турашылдығы бар деп байқағаны шығар, бәлкім сұсы бар, мысы бар дейтін. Содан бекен мен біресе юрфақты қалағым келді, біресе журфақты қалағым келді. Бірақ анам айтты, журфак пен юрфакқа екінің бірі түсе алмайды. Сондықтан және сені мен алысқа жібере алмаймын, өзім жалғызлықтымын. Мына інілерім болса әлі мектеп жасында, кішкентай баратын болсаң, Жамбылдың төңірегінде, Жамбыл дейміз, қазіргі Тараз қаласы ғой, Жамбылдың төңірегінде оқуға түстеді. Сөйтіп жүріп, Шымкент қаласында анамның туған әпкесі тұрмыста, балалы шағалы, сол Шымкент қаласындағы педагогикалық институттың қазақ тілі әдебиеті пәні мұғалімі мамандығы бойынша оқуға түсіп кеттім. Жамбылдан оқу тапсырып, сол жаққа жіберіп, сол жақта оқу бітірдім. Сондықтан мен айтып отырмын ғой, жаңа жүректің қалауы мынандай деп соққанмен, тағдырдың желі мені көпке дейін басқа арнамен алып барды. Мұғалім болам деп ойлаған жоқпын. Түбінде мұғалім мамандығын алып шықтым. Қанша жылдық еңбек өтіліңіз бар? Мұғалім мамандығын және білім саласында еткен еңбегімді санасам, ширек ғасырға жуық, 25 жылға жуық білім саласында қызмет еттім. Тамаша. Басшы болып та істедім, мұғалім болып та істедім. Жаңағы Шымкент институтында пединститутында оқып жүріп, кешкі мектеп деген болады, аптасына 2 рет 35 сом төлейсің. Ол кезде біздің стипендиямыздың жәрдем, не дейтін қазақша? Шәкіртақы. Шәкіртақының бағасы 40 сом болса, 35 сом төлейтін оқу орны болатын. Кешкі оқу, соның ағылшын тілі бөлімінде бітіріп алдым, 2 жыл оқып. Сөйтіп, ағылшын тілі пәнінен де, қазақ тілі әдебиет пәнінен де сабақ бердім. Кейін басшылық қызметтер атқардым.
Тамаша. Және бүгінде осындай дәрежеге жетіп отырсыз ғой. Иә, мен енді сол жаңағы ширек ғасырдан кейін барып, бұл жерде енді дәл қазір мен мәдениет саласында жұмыс істеймін. Сол сонша жыл еңбегімді, маңдай терімді арнаған, жыл мұғалімі болдым, білім беру ісінің үздігі деген дәрежеге шейін жеттім, шүкір Аллаға. Талай байқауларға қатыстым, олимпиадаға қатыстым, мұғалімдердің байқауларына мысалы жеңімпаз болдым. Сол білім саласын, сүйікті білім саламды тастауыма негіз болған бірақ нәрсе. Күндердің күнінде бір өзім лицейдің, Қаратау қаласында лицейдің директоры болып жүрмін. Мүшайра жарияланды Егемен Қазақстанға. Сол жарияланған мүшайраға 2-3 өлеңді жазып жібере салған ғой, хатпен. Содан жүлдегер болам ғой, жеңімпаз болып Алматыға шақырылам. Сол Алматыда маған жүлде тапсырып жатыр. Жаңағы мүшайраның бас қазысы, әділ қазылар мүшесінің ең үлкен төрешісі Қадыр Мырзалиев аға екен. Қадыр Мырзалиев ағаны Тұманбай Молдағалиевтарды сол бірінші рет көргенім, және соңғы рет көргенім сол болды деп айтайын. Сол кісі сол жүлдені тапсырып тұрып, артынан кішкене шайы болды, ұйымдастырушылардың жасаған, жайған дастархандары. Сол жерде сөйлесіп отырып, қаяқта жүрген қызсың деді. Мектептемін деп қоям, енді мұғаліммін дедім, оны мынандай деген жоқпын. Сен мектептің шеңберінен шық деді. Сосын мен енді кібжіктеп, бізде енді не көп барлық мұғалім, қазақ әдебиет пәнінің мұғалімі, тіпті тарих пәнінің мұғалім болсын, жалпы мұғалім адам жан-жақты болу керек. Ол ақын да болу керек, ол әнші де, күйші де, білші де болу керек қой. Осы мағынада мен сияқты жазушылар, ақындар көп бізде мұғалімдердің арасында дедім. Сөйтем, жоқ, сен шық, сен обалдық жасама, сен мектептің шеңберінен шық деді. Сол кісінің сол сөзі қамшы болды да, келдім де ауысып кеттім. Мәдениет саласына ауыстым. Өкінбейсіз ғой? Өкінбеймін. Екеуінде қимаймын, білім саласымен араласып тұрамын, хабарласып тұрамын, қол үзген жоқпын. Бірақ мәдениет саласына сол Қадыр Мырзалы ағамның бір ауыз сөзі өзіме айтқан ақылы қамшы болды, және өкінбеймін. Ал бірақ өкінішім бар, мен сол ауысам ба, ауыспайым ба деп жүрген кезде ол кісі о дүниелік болды да кетті. Теледидардан Қадыр Мырзалиевтің қайтыс болғанын естігенімде, үйде кешкі уақытта жұмыстан келіп шай ішіп отырған кезде естідім. Үйде кішкентай балаларым бар еді. Ағыл тегіл менің жылағанымды көріп, балаларым үрейленіп қорқып кеткен. Өйткені сол кісіні бірінші рет және соңғы рет көргенім сол еді. Ақындық жағыңызға келсек, шығармашылығыңызға, бүгінде қандай жұмыстар атқарып жатырсыз? Қазір мен бірін ұстап біреуіне кетем, әлгі көңіл күйім дейміз. Көңіл күй деген енді ақын үшін, қаламгер үшін ол шабыт деп аталады. Көңіл күйім қай жаққа соқса, жүрек ауаны қай жаққа төңкерілсе, сол жаққа бұрыла салам. Кейде екеуінде параллель ұстауыма тура келеді. Айтып отырмын ғой, негізінен орыс өлеңдерін, орыс поэзиясын қазақша тәржімалауға көбірек ден қойып жатырмын. Аударма жұмысымен шұғылданып жатырмын. Оның арасында жаңағыдай өлеңдер туылып қалады. Әсіресе философиялық, енді мен өзімнің қазіргі жасыма лайық, ертеректе махаббат лирикаларын жазған шығармын. Қазір енді көбінесе ой тұжырымдары негізделетін өлеңдер туады. Одан бөлек сосын кез келген уақытта әлеуметтік желі, ол да бір өзінің бейне бір баспаң, типографияң сияқты болып қалды. Әркімнің өзінің әлеуметтік желісі, мысалы Facebook дейміз ба, Instagram дейміз ба, Twitter дейміз ба, ол сіздің өзіңіздің бір типографияңыз, шығаратын газетіңіз сияқты, соған бір материал беріп тұрасың. Бұл да менің қазір негізгі бір хоббиіме айналды. Осы арқылы қоғамды тәрбиелейтін шығармыз дегенде ойым бар. Ал жалпы бақытсыздар ғана өлең жазады деген пікірге келсесіз бе? Бұл ұғым енді сіздердің кездеріңізде қазір шығып жүр, бақытсыздар ғана өлең жазады деген. Мұны мен айтар едім, Эрнест Хемингуэй бар ғой, шетелдік американдық жазушы. Сол кісінің мына сөзімен ұштастыруға болады. Ол кісі айтады, мықты, енді ұлы дейді, ұлы қаламгер болу үшін кішкене бақытсыз балалығың болу керек дейді да. Көрдіңіз ба? Енді сіздікі де соған үндес сияқты. Мен ойлаймын, шынында да енді әлгі бақытсыздар ғана ақын болып кетеді екен, бақытсыздар ғана жазушы болып кетеді екен. Ал енді бақыттылардан
жазушы, қаламгер шықпайды дегенде ұғым болмау керек. Неге оларда қазіргі керемет заманды жырламасқа, жоғарғы пафостағы патриоттық сезімге толы азаматтық лирикаларды неге солар жасамасқа, дұрыс па? Ал бірақ мен жаңағы Эрнест Хемингуэйдің сол ойы кеудемде, көкірегімде тұрады. Өзімде жаңағы 7 жасқа дейінгі көрген бақытты ғұмырым, одан кейінгі екінші кезеңдегі бақытсыздықтарым, әрине шешем аман есен аяқ қолымызды аузымызға жеткіздірді ғой. Бірақ бәрібір әкеге деген, бауырларға деген сағыныш, өз көзіммен көрген қиындықтар, осы нәрселер мені қазіргі деңгейге алып келді ау деймін. Сондықтан да көбінесе енді ана ұғымның бақытсыздық дегенге көбірек ойдың бұрыла беретін содан. Мен айтамын, мұңсыз күн мінсіз өтпейді деймін. Енді мінсіз өтпегені жақсы. Кейде менің өзімде шаршап кетем. Күйбеңділіктен де, немесе жан жақтағы әртүрлі ортадан, әртүрлі болғанда негатив болады, позитив болады. Әрине. Сондықтан ана негативтерден шаршап келгенде, жұмыс басты болғанда қазақтың шіркін салты дәстүрі деп кейде қуанам, кейде сынаймыз ғой. Бірақ шынымен де қазағымның кешкі той домалағы, немесе соғым басы, немесе қонаққа шақыру бір-біріне, сондай дәстүрлері бар. Кешке қарай бір отырыстарға баратындай болып қалсам, жаңағы күндізгі шаршап келген жұмыстағы күйбеңділіктен арылуға тырысам. Көрдіңіз ба? Бірақ соның өзінде емін еркін қасындағы қатар құруларым ұқсап, емін еркін ойнап күліп отыра алмаймын. Ойнап күліп отырған сияқты болатын шығармын. Бірақ іштей ар жағымда іштей бәрібір өзімен бірінші Алланы ұмытпау керек, жаратқан иені. Сосын тым еркіндікке, еркінсуге жол бермеуім керек. Осындай жауапкершілік тұрады. Сондықтан ал егер жауапкершілік жоқ адамда, онда жаңағы мұңсыз адамда күні мінсіз өтпейтінім сол дейін. Мінсіз өтпейді дейтінім сол. Өйткені шілей ойсыз өткен күн әрине ол міні бар. Дым бітірмеген күн болып шығады. Ал дәл қазір қолыңызға қалам мен ақ парақ ұстатса, не жазар едіңіз? Дәл қазір осы сәтте. Кім біледі, менің түбімде суыр салмалықта ақындық, айтыскерлік қабілетім бар ғой. Ұлданағыз саған арнап өлең шығара салармын, бәлкім 77 теле арнасына арнай салармын. Ал дәл қазір маған өлең жаза қал деп шын мәнінде ешкім тапсырыс та бере алмайды, тапсырма да бере алмайды. Мен айттым ғой, жүрегімнің қалауын ғана орындайын деп. Кейбіреулер өлең шығарып беріңізші деп жатады. Енді оны ойсыз шығарып беруге болады. Алғашқы уақытта ертеректе шығарып бере салатын. Ол түк емес, енді кейде қиналып тұрған адамды көрсем шығарып берем әдемі қылып. Бірақ мен жүрегім ауырады. Ана ойсыз шықты ғой. Ол менің перзентім, бірақ мен соны қалай болса солай ойланбай туа салдым ғой. Сондықтан мен осындай қателіктерді жаңағы өлеңдегі ішкі өлең перзентті ойланбай туа салып мүгедек шығарма жасамауым үшін, мүгедек перзент жасамауым үшін көбінесе жаңағыдай ойсыз отыра салып сіздің айтқан тапсырмаңызды, немесе басқаның айтқан тапсырмасын орындай салуға жетпейді. Ал дәл бүгінгі таңда арман мақсаттарыңыз қандай? Алдымен елдің амандығы, жұрттың тыныштығы ғой. Егер осы дәуіріміз Алла қаласа осылай ары қарайда бізге мүмкіндік беретін болса, онда жалпы ойым, мақсатым түгел Құдай қаласа шығармашылық жұмыс. Өйткені жазатын жазуларым көп, жазып та жатырмын. Бірақ соған 24 сағат дейміз ба, аптада бір тәулікте 24 сағат десек, сол кейде 2-ақ сағат көзіліп, немесе көзілмей таңертең көзім іскен күйінше жұмысқа шығып кетемін. Қанша отырып, түрмен отырғанда да жазылмай қалатын уақыттарым көп кетіп жатыр. Ал енді мүмкіндік болатын болса, отырып тек қана сол жазу, шығару. Тамаша, арманыңызға жете беріңіз. Рахмет, айналайын. Енді біздің 77 көрермендеріне дәл осы эфирді пайдаланып, өзіңіздің ізгі тілегіңізді жолдасаңыз. Бәрекелді. Мен Ұлданағыз осы аймағымыздың Жамбыл облыстық телевидениесі біреу-ақ еді ғой. Кейін 77 телеарнасы ашылды дегенде
бас киімімді бөркімді аспанға ата қуанған көрерменнің біреуі едім. Рахмет. Тіпті алғашқысы да болған шығармын. Сондықтан қымбатты көрермендер, сіздер әрқайсыңыз өзіңіздің жаныңыздың, жүрегіңіздің іздегенін, қалауын 77 телеарнасынан таба аласыздар деп мен сенімді түрде айтқым келеді. 77 телеарнасымен күндіз түні бірге болайық. Рахмет. Ізгі тілеңізге, бүгінгі сырлы сұхбатыңызға тағы да алғыс айтамыз. Сізге шығармашылық табыс тілейміз. Рахмет. Құрметті көрермен, біздің эфиріміз әсем әуеннен кейін жалғасатын болады. Экраннан алыстамаңыздар.